Қайырлы күн, қайырлы кеш баршаларыңызға. Мен бүгін сіздерге өте мықты ловушкалардың бірін кездесейін деп отырмын. 99 жаңадан бастап жүрген ойыншыларымыз осы вариантқа барады. Соңына дейін көреміз, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Бұл отказный ферзь гамбит деп аталады. Бұлай E6 ойнаймыз, C4 D5 бұндай бар, коин шығарады. Ферзь гамбит. Біз алмаймыз еш нәрсені, просто бұл жерде атты шығарамыз. Сосын олар бізге связка қояды. Көбісі қазіргі современный варианттарда да осыны ойнайды. Осы жерде біз атпен жабамыз. Барс еткізіп пешкені алады, біз де аламыз. И мынандай пешкені связка тұрғанда неге алмасқа деген сұрақ туындайды. Ал біз онда аламыз да осылай әдемі ферзьді береміз. Ойланып көріңіздер. Неге бердік ферзьді? Әрине шах береміз. Енді қарап отырсаңыздар, корольдің ешқандай қашатын жері жоқ, ферзьбен жабады. Біз жейміз, олар жейді, жай ғана слонын алып аламыз. Бізде 3 жеңіл фигура, оларда 2. Ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.